Белгілі басылымдардың мәліметінше, дәл қазір Қытайда 100 мыңдаған, кей деректер бойынша одан да көп мұсылманды түзету лагерінде ұстап отыр. Лагердегі азаматтар арасында қазақтар да бар. Солардың бірі 39 жастағы Гүлзира Әуелхан басынан өткен жағдайды баяндап, бостандықты аңсап жүрген отандастардың әлі де көп екенін жеткізді, деп хабарлайды Станкизат ақпарат агенттігі Талпын жастар Алматы тобының видеосына сілтеме жасап. Гүлзира Әуелхан қызы 2017 жылдың 16 шілдесінде ықтияр хатпен Қытайға өткен. Сол жақта тұрған 15 ай ішінде туыстарымен көріскенде қолына кісен салынып, қытайша тіл үйренуге мәжбүр болғанын айтады. Әрі-бері қозғалатын болсақ, сақшылардың рұқсатымен ғана жүреміз. Қолымызға кісен салып тұрғызып қояды. Одан кейін дәретханаға тек 2 минут көлемінде отырғызады. Ал ол жерде 50 әйел кезекте тұрады. 2 минуттан артық отырып қойсақ, басымыздан көк таяқпен ұрады. Жатақта шелекке дәретке отырамыз. Тоқпен ұрып талдырған кездерде болды. Аяғы жоқ кемпірлер мен сөйлей алмай қалған мақау қыздар да бар. Олардың арасында жынды болып кеткендері қаншама, деп күрсінді әйел. Әрі қарай Гүлзира Әуелхан қызы түнгі уақытта әйелдерді жатқан жерінен басына қап кигізіп, белгісіз жаққа алып кететінін айтты. Айтуынша, бұл әйелдер қайтып келмейді. Мен ең көбі 68 ұйғырмен бірге тұрдым. Ең аз дегенде 12 әйелмен бірге жаттым. Сонда жатақтың үлкен кішісіне қарай 20-33-тен жаттық. Сол кезде түнде қыздар мен әйелдерді басына қап кигізіп, белгісіз жаққа алып кетіп жатты. Қайда әкететінін білмеймін. Арамызда күйеуі жоқ, ажырасқан, тіпті той жасамағандар да бар. Қалпақ кигізіп қолына кісен салады. Содан кейін қайтып келген емес. Лагерде артық сөйлеуге болмайды. Бір-бірімізбен әңгіме айтуға да болмайды. Тамақ жағына келетін болсақ, таңертең қарай шай, түсте күріш жейміз. Кешке де қара шай ішеміз. Кейде арзан шөп шалаңды қайнатып береді. Белгісіз тамақтарды да жеп жатамыз, дейді ол. Мұнымен қатар, осы лагерде болғаннан кейін бала көтере алмай қалғандардың болғанын жасырмады. 3 айдан кейін білектен укол салды. Тексергіштер келген кезде шашымызды бояп қояды. Кәсіп үйреніп жатырмыз, тәрбиеленіп жатырмыз деп бізді мақтаңдар, дейді. Тексерушілердің сұрағына осылай жауап береміз. Олар біздің жүгері мен күріш жеп күнелткенімізді білмейді, дейді ол. 2018 жылы 14 қазанда лагерден шыққаннан соң күштеп зауытта жұмыс істеуге алып келген. Гүлзира Әуелхан қызы атылған зауытта да айтарлықтай еркіндік болмағанын жеткізді. Себебі іште сақшылар бәрін бақылап тұрады. Бізді 3 ай 600 сомнан жұмыс істейсіңдер деп алып келді. Кейін ақшаны істегендеріңе қарай береміз. Дұрыстап істемесеңдер лагерге қайтадан алып кетеміз, деп айтты. Бұрын денсаулығым жақсы болатын. Лагерге келіп укол салғалы етек кірім келмей қалды. Басым жиі ауырып, көп нәрсені ұмытып қала беретін болдым. Бет аузым ісіп кетеді. Бірде сіңірім тартылып, құлап қалған кезімде болды. Мұның алдында тек табиғи өтімді алдырған болатынмын. Жаңағы уколдан кейін күнделікті 14 сағаттан орындыққа отырамыз. Осылай 18 ай отырдым. Отыра беріп жалпиып кеттік, дейді әйел. Бұдан өзге ол енді бала сүйе алатынына күмән келтіріп отырғанын жеткізді. Қатты ауырып қалған кезде ақ дәрі береді. Сол дәріні ішкен соң ес түсін білмей ұйықтайды. Менімен жатқан ұйғыр қыз ауырып, жынды болып кетті. Мұрнынан қан ағып, бүкіл денесіне қотыр қаптады. Соны тастап қоя берді. Қасына бергеннен қолынан қан ағатын болды. Саяси лагер жоқ деген өтірік, дейді ол. Ақырында ықтияр хаты болуының себебіне байланысты елге қайтарылған. Отанына қайтып келгеніне қарамастан, Қытайда дәл осылай қиындық көріп жатқандардың әлі де көп екенін айтып қаймығады.